Ал достар, кешегі ажиотаж болып отқан 10 миллионнан 10 адамға 100 миллион кімге бұйырады? Бұл видео кімдерге арналады? Вообще кімдер керек бізге? Бізге міне кәсіпкерлер керек, бізге бизнесмендер керек, бізге немесе кәсібін енді бастайын деп жатқан адамдар керек. Достар, біз сразу айтайын, сіздер көпсіздер, мың адамсыздар. Біз бар болған соң ішінде 10 адам таңдаймыз. Ал енді сізге менің кәсібім жоқ, немесе мен енді бастайын деп маған бұйырмада 10 миллион дейтін болсаңыз, мына видеоны до конца көріңіз. Осы жақта сіздерге біздің бір ұсынысымыз болады. Мен ана жерде бірден отмечать етіп қояйын. 12-ші пункт деп сол жерде мен сіздерге міндетті түрде айтып беремін. Сіздің даже кішкентай ақшаңыз болса, сіз ақша ала алмасаңыз да, қалай бұл кәсіптің айналасында боласыз, біздің компанияның, біздің команданың бір бөлігі қалай болатыныңызды түсіндіріп береміз. Видеоны до конца көріңіз. Ал енді давайте былай, біз кірісейік. Вообще, прежде бұл кәсіпті бастамас үшін бұл кәсіптің мақсаты не? Мақсаты негізі Қазақстанның ішінде 3 айдың ішінде 100 магазинімізді ашып қана қоймай, 3 жылда осыны 1000 кәсіпке, 1000 филиалға жеткізу мақсатымыз. Әрине жоспар біздікі, Алла тағала өзінің берекесін Алла тағала береді. Ал енді кеттік. Неге біз бұл кәсіпке келдік? Неге бұл кәсіп таңдадық? Немесе неге бұл жаңағы бизнес жүйесін таңдадық дейтін болсақ, өздеріңіз білесіздер, 2025 жылы вообще қандай кәсіп актуальны, қандай бизнестің жүйелі жолдары актуальны. Мен сіздерге соны айта кетейін. Мысалға, біз қазір 100 жылдық эпохаға келдік. Яғни 2030 жылмен, 1930 жылмен қазір 2030-ға жобалап келатырмыз. Ол не деген сөз? 1930 жылы бізде ашаршылық болды, білесіздер. Сол кезде біздер не істеді? Егерде сенің малың болса, немесе сенің жерің болса, сен өте бай едің. Одан кейін не істедік? Біздер 45 жыл соғыстың айналасына келдік. Соғыстың айналасында егерде сенің адамың болса, біздер өте бай едік. Енді одан өткеннен кейін адамдар уже адами құндылық өсті. Одан кейін неге келдік? Одан кейін 2070 жылдары, ойбай, мен деген 2070-2080 қуып кетіп жатырмын ғой. 2070-ті ғана айттыңыз. 1970 жылдары. Одан кейін неге келдік? Егерде сенің үлкен заводың болса, біз бай едік. Бұл нәрсені, бұл ақпаратты қайдан алдым дейтін болсаңыздар, мен өткенде «Капитал, 21-ші ғасырдың капитал» деген кітаптан оқыған болатым. Соның ішіндегі информацияны сіздерге бірінші айтып өтейін. Содан кейін сіздер мына структура бойынша сіз өздеріңіз уже бизнесті түсіне бастайсыздар. Енді қараңыздар, 1990 жылдары егерде сіздің қалтаңызда пора-пора ақша болса, сіз өте бай едіңіз. 2000 жылдары сізде недвижимость болса, сізде квартира болса, сізде здание болса, сіз өте бай едіңіз. Енді қараңыздар, қандай цикл өзгеріп келеді. 2015 жылдары егерде сізде технология болса, егерде сізде жаңағыдай роботыңыз болса, сіз өте бай едіңіз. Оның барлығы қазір бітті. Неге? Өткен 2023-22-ден былай қарай, 20-шы жыл пандемиядан былай қарай бүкіл әлем өзгеріп кетті. Яғни сіз егерде өз кәсібіңізде монополист болмасаңыз, сіздің кәсібіңізді біреу жұтып қояды. Яғни ол не деген сөз? 2025-тен бастап байлар байи береді, кедейлер кедей болады, орта болмайды. Оған қандай дәлел? Міне, Пиндодан білетін болсаңыздар, 4 айда 35% Қазақстанның нарығын алып қойды. Каспийді білесіздер, бір түнде Каспий Travel деген пунктті ашып, қазір не істеді? Осының барлығы қазір бұрын билетті бар вандайдан алатын еді, мысалға жаңа пункттардан барып алатын. Қазір жоқ ол. Біз бәріміз Каспийден аламыз. Яғни бір түнде бір функциямен бүкіл жаңа турагентстволарды жұтып қойды. Ал одан бөлек бізде тағы да Валверсті алайық. Осылардың барлығы не? Бұлардың барлығы монополист. Неге монополист? Өйткені сіз қазір өзіңізді вроде бір қарап отырсыз, мен жұмыс жасап жатырмын, андай істеп жатырмын, мен кәсібім бар деп мынандай қылып толтырып айтқанмен, сіз кімге жұмыс жасап жатсыз? Каспийге жұмыс жасап жатсыз. Валверске жұмыс жасап жатсыз, Пинтодаға жұмыс жасап жатсыз. Мысалға да, ол не деген сөз? Даже Қытайға жұмыс жасап жатсыз. Яғни сіз өз кәсібіңізде монополист болмасаңыз, сіздің уже наныңыз азая береді. Қазір мысалға сіз Каспийге 100 теңге затты қойдыңыз, саған қаншаға түседі? Каспийге қаншасын беріп жатсыз? Уже 18-20% беріп тұр. Оның үстіне өзіңізді қоятыныңыз 30%. Сонда біреулер 15-20% ақшаңызды алып отыр, бірақ сіз не істедіңіз? 5% өмір сүріп жатсыз. Ал енді онымен өмір сүру уже оңай емес. Яғни сізге бір нәрсені өзгертпесе, уже оның жолы кетті деген сөзді. Енді әрі қарай кетейік. Бұл ақылды адам кім өзі вообще? Не істеп жүр? Сонша ақылды болсаң, не қылып жүрсің Қазақстанда деулеріңіз мүмкін. Да, әрине сіздердің ойларыңызбен келсем, бірақ дегенмен мен осы күнге өткен жолым мен үшін бір үлкен
опыт. Соның арқасында міне мен қазір Қытайдың ортасында ойып бір үлкен логистикс компаниямыз ашып қойдық. Шанхайда уже көшіп жатырмыз, бала шағамызбен Шанхайда тұрамыз. Яғни осы Қытай арқылы біз Қазақстанымызға қандай да үлкен жобаларды қосып жатырмыз. Бұған қалай жеттім дейтін болсаңыздар, әрине мен осы күнге дейін өзі жеке басым ақшасыз 18 проектін ашып қана қоймай, әр проектіні жоғарғы деңгейге жеткізіп, өше мен бизнес сатудан маманмын негізі. Оның бірден бір дәлелі бізде бір СТО болған. Біз автокөлікке газ қоятынбыз. Қызылорда қаласында бір ғана орнымыз бар еді. Оны біз қаншаға жеткіздік? 120 РЦ распределительный центр 460 СТО-ға жеттік. Сөйттік дағы 2022 жылы осы компанияны жүйені $1 миллион сатып жібердік. Оған өздеріңіздегі дәлел болмаса, мен Instagram ашып қарасаңыздар, астыңғы жағында барлық нәрсе айтылған. Енді одан бөлек мен өздеріңіз білесіздер, мен әр компанияның ішіне кіріп, жаңағыдай кәсібін жүйелеп, кризис менеджерлік мамандығымен ақша тауып жүрген бірден бір жүйем, ол мен консалтинг. Оның ішінде менде 140-таған компанияны жүйелеп қана қоймай, ол кәсіпкерлердің барлығын жоғары шығардым. Одан бір 2-3 пример алатын болсақ, біздерде аптечный бизнестердің жүйесін қойдым. Ол жерде не болды? Ол жерде біздер кішкентай 4 аптеканы 36 аптеке жеткізіп қана қоймай, бір аптеканың оборотын 12 миллионнан 36 миллионға дейін көтеріп берген жайымыз бар. Яғни аптека, медицинада істейтіндер білет, мысалы GDP, GPP деген международный стандарттар бар. Осыны басқа елдегілер 3 жыл, 4 жылда қоя алмаса, біз 2 айда қойып қана қоймай, Қазақстанда ең лидирующий складтардың бірі болып, сол жерде жүйеміз қойдық. Екінші бір компания мысалға жарайды, енді ол аптека ғой деуіңіз мүмкін. Екінші бір компанияны алатын болсақ, мысалға менде Қызылордада тағы да бір не болды, мысалға ол полуфабрикат. Былай қараңызшы, мысалға манты, пельмен, фарштан мен сіздерге гарантия беремін, кішкентай цех болса, сіздер содан бір айына 1-2 миллион ақша тауып жатсыз ба, таппай жатсыз ба, оны да білмейсіз. Бірақ сол біздер не істедік? 1-2 миллион оборот жасап тұрған компанияны 70-80 миллион ғана қылып қоймай, қазір айына 15-20 миллион таза компанияның егесін қалтасына кіргізіп жатырмыз. Ол жігіт қазір өздеріңізді білесіздер, оны көп жерде салып та жүр. Айдос деген жігіт, ол қазір Астананы ашып қана қоймай, қазір Астанада осы полуфабрикат ет саласына, дистрибуция саласынан үлкен маман болып отыр. Өткенде Ақтөбеде мен строительный компанияларды жүйелеп бердім. Одан бөлек міне қазір Астанада бір Арман деген жігітті, мынау продукт питание дейді, кәдімгі біздің магазиндерімізге сатып отырған компаниялардың барлығының осы кезде қазір Астанада 70-80% нарықталатын бизнес модель салып қана қоймай, қазір уже компанияны прибыльға шығарып жіберді. Яғни бұрын соңды оның егесі компаниясын ақшаламай жатса, уже қазір 10-15 миллион, 20 миллион таза прибыльді қалтасына салып қана қоймай, екінші саласын ашып, уже қазір ресторандарды қамтамасыз етіп отқан жайы бар. Яғни одан бөлек қазір менде не бар? Өздеріңіз көрдіңіздер, мебель. Бір видеомен бүкіл Қазақстанда бренд ғана болып қана қоймай, бір айдың ішінде ол мебельді жүйелеп, 2 адамның істеп атқан жұмысы басқа конкуренттерде 15-20 адам істей алмай атқан эффективность істеп жатыр. Яғни айына 60-70 клиентімізді алып, 2 адам қызметін жасап қана қоймай, біздің қалтамызды көтеріп, біздің отбасылық бизнесіміз болып қана қалған жайы бар. Бұның барлығы не үшін істедім, қалай болды дейтін болсаңыздар, өткенде бір ағам, Бақтияр, енді осы күнге дейін сен өмірдің университетінде оқып жатсың, стипендияңды алып жатсың, яғни қазіргі тауып жатқан табысың сен стипендия деп есепте. Енді бір үлкен жолға түсетін болсаң, онда сен дипломмен ақша табуың керек деп, міне қазір Шанхайға барып кәсібімізді ашып, сол кәсіпті біз жай ғана ашып қоймай, дөңгелетіп отырмыз. Яғни ол не деген сөз? Осының арқасында біз Қазақстанға үлкен үлесімізді қосып жатырмыз. Ал енді неге сен Қытайды таңдадың, неге Шанхайды таңдадың дейтін болсаңыздар, достар, вообще Қытай елін білесіздер, 2020 жылға дейін біздер 2020 жылға дейін Қазақстанда немен арпалыстық? Доллармен арпалыстық. Доллар көтеріледі, біздің настроениеміз түседі. Доллар түседі, біздің настроениеміз көтеріледі. Но дегенмен екі ортасын совокупын салатын болсақ, біздің қалтамызда прибыль қалған жоқ. Біз кімді асырадық? Анау жақтағы Американы асырадық. Енді 2020 жылдан былай қарай біз қазір қандай немен сталкиваться еттік? Біз товармен сталкиваться еттік. Яғни сіздің 100 теңгеге әкелген товарыңыз біреу 50 теңгеден сатып жатыр. Ол не деген сөз? Уже сіз қазір товармен монополист болам деген, ол өтірік әңгіме. Өйткені неге? Мынау стаканыңызды біреу 100 теңгеден сатып жатыр, мынау стаканыңызды біреу 30 теңгеден сатып, мынау стаканыңызды біреу 10 теңгеден сатып жатыр. Осы монополисттің кілтін алып қана қоймай, сағасына барып біз бұл сұрақтың барлығын шешіп қана қоймай, осы қазір аз ақшамен үлкен компанияны қалай құрамыз деген жобаны осы Қытай арқылы құрдық.
Не үшін Шанхай дейтін болатын болсаңыздар, не үшін Шанхай? Шанхай әлем бойынша миллиардерлердің завод деп айтады. Әлем бойынша 5 күнде 1 миллиардер Шанхайдан шығады. Яғни мен ауылдың бірінші баласы болғанша үлкен кісілердің ортасында жүрген әлдеқайда абзал. Қазақта мынандай сөз бар: жатқан қоянды жүгіріп кеткен қоян орнынан тұрғызады дейді. Яғни егерде біздің жағдайда неге біз осы күнге дейін кәсіпті бастадық, неге көтере алмадық дейтін болсақ, достар, бірақ нәрсе, мына жерде біздің көргеніміз кішкентай ақ. Ал енді оны көбейту үшін біз не істейміз? Үлкен қала. Сол үшін де мен Қытайда не істедім? Міндетті түрде Шанхайды қойып қойдым. Міндетті түрде, мысалы Қытай өзі біз екіге бөлінеді, міндетті түрде там юг и север болады. Міндетті түрде Шанхайды қойып қойдым. Міндетті түрде біз Қытайдың ішіндегі Икеаны қойып қойдым. Неге Икея? Өйткені біздің қазіргі жасап жатқан жобамыздың бизнес моделі ол Икея. Қазір біз бірге бір нәрсені ойлап шығарудың қажет жоқ. Бүкіл нәрсе істеліп қойған, бар болғаны барасың, копируйт етесің де, соның жолын әрі қарай. Қазақстанда неге Икея жоқ? Потому что Қазақстанның халқы оған келмейді санына. Сондықтан да біздер Икеяны таңдадық. Икея біздің бизнес модельдің вообще бүкіл картасы осы жерде тұр. Одан бөлек біздер екі юандық жобаны таңдадық. Бағана айттық қой, мысалы бір зат сіздерде Қытайда 2 юан тұратын болса, Қазақстанда да осы 2 юанмен сатамыз. Неге деген кезде біздің қолымызда бір күш бар. Ол бізде логистика. Ал енді оның барлығын толық айтып өтсем, сіздер міне осы күнге дейін мен сіздер Қытайға барып жүрсіздер, осы күнге дейін Қытаймен қанша жұмыс жасап жүрсіздер, ол жерде сіздер не нәрсемен сталкиваться еттіңіздер, ол сіздер білесіздер. Аз ақшамен үлкен обороттағы үлкен наценканы аламайсыз, ол бір. Екінші, сіз тіл білмегендіктен мына байер деген кісілерге не істейсіздер? Үлкен өзінің оның еңбегін бересіздер. Значит, ол да уже өзінің ақшасы. Үшіншіден, сіздерде мына қарго дегенді білесіздер, иә? Қарго деген сөз. Ол не істеді? Сізге мысалға Қазақстанға кіріп жатқан минимум $3 кіріп жатыр. Я біреулер айтады, там 2,7, $2,5 дейді, но бірақ сізге упаковкасын қосады, сізге жолын қосады, өйтеді, бүйтеді, сізге $3 жоғары. $3 төмен Қазақстанда ешкім сізге килограммнан әкеп беріп жатқан жоқ. Значит, сіз кімге жемсіз? Байырға жемсіз, қарғоға жемсіз. Енді одан бөлек сіздер айтасыздар, мысалға Қытай өзі екіге бөлінеді. Оңтүстік Қытай, солтүстік Қытай. Ол оңтүстік Қытай мен солтүстік Қытайдың айырмашылығы не? Оңтүстік Қытайда барсаңыздар, мысалы Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Ю, там Фошан дегендерге барсаңыздар, ол жерде кім бар? Ол жерде кілең иностранный адамдар бар. Яғни там шетелдіктердің барлығы сол жақта, түрігің де жүр, өзбегің де жүр, қазағың да жүр, жаңа американдықтардың барлығы сол жерде жүр. Неге? Орыстардың да жүр. Енді осы жерде югты не деп атаймыз? Югты біз сауданың қаласы деп атаймыз да. Яғни сауда деген сөз не? Значит, ол жерде посредниктің қаласы. Яғни сіздің түріңізге қарайды, қолыңызда сағатыңызға қарайды, сөйлеген сөзіңізге қарайды, сіз көп нәрсені түсінбей тұрсаңыз, сізге уже бағаны қосып жібереді. Сондықтан да юг жақ негізі посредниктің қаласы. Ал енді югты қамтамасыз етіп отырған ол кім? Ол солтүстік Қазақстан, солтүстік Қытай. Солтүстік Қытайды не деп атайды? Екі ояқта форматы бар. Бірінші формат логистиканың астанасы дейді. Яғни сіз юг жақтан алған логистикаңыз север жақтағы алған логистиканы салыстыратын болсаңыз, кем дегенде 40%, көп дегенде 2 есе сіз логистикадан экономдайсыз. За счет того, что северде болғансыз. Екіншісі, оны промышленный қала дейді. Оны біздер даже өзіміздің Инстаграмда да көрсеттік, бір ретте саммитта үкімет барлығы осыны қамтамасыз етті. Сондықтан да біздер не істейміз? Қытайға барған кезде міндетті түрде Шанхайға барамыз. Қытайға барған кезде міндетті түрде Икеяға барамыз. Бағана не үшін Икея екенін айттым, иә? Қытайға барғанда міндетті түрде біздер линия қаласына барамыз. Линия қаласынан екі нәрсені аламыз. Бірінші, производительдің сағасына кіреміз, аз ақшамен. Екінші, логистикадан 40%-пен 2 есеге дейін арзандайтын жолдарын көрсететін боламыз. Ал енді достар, осымен біздер қайда кеттік? Енді біздер былай алатын болсақ, не үшін Бақтияр таңдаймыз, не үшін Қытай, не үшін бізбен бірге бару керек дейтін болсаңыздар, бізге Аллаға шүкір Қытайға барған кезде бізде Айнұр әпкенің арқасында біздер үкіметтен біздер не істедік? Үлкен привилегияны алдық, яғни таможняны шешіп берді. Одан бөлек осы Айнұр әпкенің қасында партнерлары бар, менімен бірге партнер. Олардың қазір 200 фурасы бар, оның 20 фурасы қазір Қазақстанға уже сары нөмірмен шығып бастады. Яғни ол не деген сөз? Бұл жерде уже үшіншісі, мысалға заводтардың, мынау үкімет арқылы заводтардың контрактысы бар. Ол не деген сөз?
үкімет ол жақта біздің антимонополия дейді. Үкімет міндетті түрде бағаны қадағалайды. Егер де үкіметтен бір адам заводқа келсе, олар сізге өтірік бағаны айта алмайды. Себебі неге? Олардың қолында статистика тұр. Егер де үкіметтің алдында байқамай алдап қалса, ол не то, что компания аша болады. Оның компанияның егесі даже түрмеге отырып кетеді. Сондықтан да бұл жерде үкімет біздің үлкен ресурсымыз, сол арқылы біз заводтардың алдында контрактымыз бар. Логистика біздің өзіміздің компания болғаннан кейін сол арқылы біздер не істейміз? Логистикадан сіздер уже қанша ақшаңызды экономдайсыз, контракт арқылы аз ақшаңызбен үлкен контрактыңызды жасай аласыз, и одан бөлек аз ақшамен сіз өзіңіздің кәсібіңізге келіп монополист бола аласыз. Енді қараңыздар да достар, жаңағыдай біздер негізі мынандай нәрсе, ана өткенде бір досым айтамын ғой, маған айтады да, давай мен компаниям жүйелеп бер дейді. Мен айтамын, хорошо деймін. Енді былай жасайық деймін да, ол менен жаймен деп ана әңгімесін тыңдаса, мен скидка сұрағысы келеді. Мен айтамын, былай қарайық деймін. Сенің мақсатың қандай деймін да? Сенің мақсатың не? Сенің мақсатың баю ғой десем, иә дейді. Онда неге сен мен баю үшін көмектесе алмайсың? Яғни байлық деген не? Мен басқа бір адамды байыта отырып, мен өзім байымын да. Яғни кәсіп деген сөз уже екінші адамды байыту да. Соответственно, өзің байысың. Сол кезде ол тұрды да, Бақтияр аға, мен түсіндім, 100% ақшаңды төлеймін деді. Сондықтан да біздерде міне Қытайға бару үшін өзіміздің 2 миллион ақшамыздың құнын қойып қойдық. Неге? Өйткені қараңыздар, сіз да бір қарағыңыз, ойбай 2 миллион ба деуіңіз мүмкін да. Дегенмен ол 2 миллион мен сізге бір нәрсені айтып берейін, сіздің 200 миллион ақша әкеліп беретін возможностыңыз да бұл. Неге олай? Өйткені қараңыздар да, сіздер ол 2 миллионды түсініп отырсыздар, бір қараған кезде былай ойласаң бір неге кететін сияқты. Оның ішіне не кіреді? Бесплатно отеліңіз кіреді, сол жақта бүкіл 3 мезгіл тамағыңыз кіреді, сол жақта мысалға сіздің бизнесмендермен отырып сол жерде контрактілеріңізді аласыз. Одан бөлек сіздер уже осының ішіне кешегі 10 миллионның міндетті түрде бір адам арасында шығып қалуыңыз мүмкін. Неге? Өйткені жаңа не үшін біз Қытайға салып қойдық 10 миллион, білесіздер ме? Өйткені бұл жерде Қытайға барған адам кезде біз бір-бірімізбен коннект жасаймыз. Бір-бірімізбен коннект жасаған кезде біз сөзбен бәріміз Лев Толстоймыз, оны білесіздер, иә? Бірақ іске келген кезде біз жолда тексереміз бір-бірімізді. Ана жақта бір жерде ыстық болады, бір жерде тамағы ұнамайды, бір жерде андай болады, бір жерде мындай болады. Сол кезде мен не істеймін? Ертең ол адаммен партнер бола аламын ба? Бола алмаймын ба? Сол үшін де сол жерде мен не істеймін? Сіздердің орталарыңыздан біреуіңізге 10 миллион. Ең қызығы ол даже емес даже. Енді қараңыздар да, сіз өзіңіздің бизнесіңізде 20 жыл, 30 жылдық болашағын салып келесіз. Неге? Оның жолдарын бәрін біз пошагово орта көрсетіп беретін боламыз. Одан бөлек сіздің даже бізбен бірге жұмыс жасап кетіп, 10 миллион алсаңыз да, алмасаңыз да бірге жұмыс жасап кеткен болсақ, оның 70-80% менеджмент дейді ғой, басқару жағы, логистиканы келу, не жағы, закуп жақтарын барлығы біздің мойнымызда. Яғни сіздің жұмысыңыздағы 70% нагрузканы біз мойнымызға аламыз да. Неге? Өйткені мына жерде біз сол жақпен жұмыс жасаймыз. Одан бөлек сіз қазір мынандай ақшамен өзіңіздің қалаңызға келесіз, автоматом, оптовик бола аласыз. Себебі біз өйткені өзіміздің атымыздан контракт жасап қойғанбыз ғой. Сіз біздің атымыздан затты ала бересіз спокойно. Енді осы кезде қараңыздар да, мысалы, одан бөлек не істейсіздер? Өзіңіздің кәсібіңізде екінші орынға шығасыз. Ол қалай? Мен сіздерге айтайын. Любой бизнес, мысалы, даже маркердің бизнесінің өзі бірінші неден басталды? Бір түйір идеядан басталды да. Бірінші бізге идея келді. Идеядан кейін бұл жарыққа шыққан. Бұл халыққа шықты да, біз не істедік? Қазір күнде бұны баяғыда бор қолданатын едік, қазір күнде біз маркердің 100-ін алатын шығармыз. Өйткені офиста бұл керек. Сол сияқты мысалға Қытай бізден 100 жыл алдыға жылжып кеткен. Сіз өз кәсібіңіздің ішінде айналып жатсыз, жаңағыны айтады, белка в колесе дейді. Колесоның ішінде айналып жатсыз, бірақ еш нәрсені көрмей жатсыз. Сіз не істейсіз? Қытайдың ішіне барасыз да, идеяларды көресіз. Шанхайдан идеяны көресіз, Икеадан идеяны көресіз, логистикадан. Сол кезде қарайсыз, опа, мына жерде былай, мына жерде былай дейсіз. Оған бірде бір пример, кеше менімен бірге Арлан деген жігіт бар. Ол кішкентай бір бутигін алып қойған, мынадан осындай комната. Бутигін алып қойған, оның обороты өспей жатыр. Да, обороты там 60-70 миллион, бірақ компания 1,5 миллионға айына минусқа кетіп жатыр. Неге? Потому что ол түсінбей жатыр, қай жерде не. Мынау Қытайға барып келді, бір ағалармен, бизнеспенмен сөйлесті, мен сөйлесті, бір разбор жасаған кезде, қазір Астанада уже қазір 10-шы ресторанмен контрактысын жасап қана қоймай, ол уже өзінің кәсібін жүйелеп, бірінші айда уже ол 3 миллион плюске шығып кетті. Ол не деген сөз? Бар болғаны оның надыр застревать етіп тұрған идеясын
тарс еткізіп неге шығып кетті. Сондықтан да сіз уже Қытайға бару арқылы сіз не істейсіз, екінші өрімге шығып кетесіз. Яғни стеклянный потологыңызды алып тастайсыз. Ал енді достар, мен сіздерге айтайын, мынандай қазақта мынандай сөз бар. Ол сөзден бұрын мына сұраққа жауап беріңіз сіз қазір. Вроде бәрі жақсы ғой сізде. Айна наныңызды жеп жатсыз, бала шағаңызды асырап жатсыз. Вроде жаңағы жұрттар сияқты киініп жатсыз, жұрттар сияқты ресторанда тамақ ішіп жатсыз, Ал енді неге сіз вроде ішіңіз түзелмей тұр? Білесіз ба? Өйткені бізде мынандай нәрсе бар екен да, достар. Біздің ішіміздегі пока сұрағымыз шешілмейінше біз алдыға жылжи алмаймыз. Ол не деген сөз? Біз бәріміз білеміз, аспан көрінетін. Бірақ біз не істейміз? Мынау стеклянный потолок аспанға қараймыз, бірақ әрі қарай біз қалай кетерімізді білмей қаламыз. Сондықтан да, достар, лучший кошмарный конец, орысша сөз бар. Чем кошмар без конца. Яғни жаңағыдай қиналып өмір сүргенше қиналмай бай болу керек та, басқа тілмен алған кезде. Сол үшін де, достар, мен сіздерге қазір бір жаңалықты айтып кетейін. Не үшін бұл Қазақстан, не үшін Шанхай, не үшін Шанхай таңдады деген кезде, мысалы қараңыздар, достар, менің қазір максимум бір 2 ай, 3 ай уақытым бар Қазақстанға бір ізімді қалдырып кету үшін ғана бұл жүйені бастап жатырмын, жобаны. Неге? Мен қазір Россияға кіретін болсам, чем Қазақстанға кіргеннен Россияға кіретін болсам, 150 миллион халқым бар да Қазақстан, Россияда. Енді 150 миллионға мен әр қайсына 100 теңгеден зат сатқанның өзінде де бір күнде. Менде бір күндік оборотым 100 миллион да. Есептен 150 миллион. Сондықтан да, достар, возможность алатын болсам, мен Россия маған күшті, немесе Өзбекстан күшті. Ал енді осы күнге дейін Қазақстаннан нан жедім, осы күнге дейін Қазақстаннан өсіп өндім. Осы күнге дейін Қазақстан менің бала шағамның ұрпағы, болашағы, ата-анамның осы жерде өсіп өнген біз отанымыз. Сондықтан да біз не істедік? Осы 3 айдың ішінде осы Қазақстанға бір із қалдырып кетейік дегенбіз. Себебі қараңыздар да, достар, маған бұл проектіге итак уже анау күнгі саммитте, Қытайда саммитте бізге $2 миллион ақша берген, инвестиция құяйық деп. Бірақ біз одан не үшін отказ жасадық? Мен айттым, Қазақстанға сіздердің инвестицияларыңыз керек емес. Өткенде білесіздер, мен мебельдің саласын ашқан кезде Қазақстанда 20 мың мебельмен айналысатын кәсіп бар екен. 20 мың. Бір түнде 20 мың кәсіпкер шат айтсетті бір түйір видеода. Неге? Потому что баға түсіп кетті. Бұл жерде де сондай монополистік жаңағы бизнес модель болғаннан кейін біздің Қазақстанда 2 миллион 200 кәсіпкер. Жарайды, соның 1,5 миллионына бұл қауіп, бұл бизнес модель. Сондықтан да өткендегідей көтеріліп кетпесін деп мен істедім. Қазақстанға ең болмағанда із тастап кетейін деп 3 ай уақытымды Қазақстанға қойып тұр. Сондықтан да бүгінгі күн сіздің маңызды күніңіз бүгінгі күн. Неге? Өйткені оған мен кірмесем де, бұл өйткені мынандай ғой, бизнес деген мынандай. Мен бүгін бір бизнесті аштым ба, ертең копировать ету оп-оңай оны. Сондықтан да бұл копировкаға ақшасы бар адамдар кіріп кеткен кезде сіз ертең маңырап қалмаңыз. Сіз ертең бармағыңызды тістеп қалмаңыз. Сол үшін де біз не істеп жатырмыз? Қазір 5 миллион, 10 миллион, 15 миллион бар ақшасы бар кәсіпкерлерді не істеп жатырмыз? Үлкен кәсіптің жолына кіргізіп жіберейік деген мақсатпен, Қазақстанда із қалдыру мақсатымен ғана бізде осы жолды бастап кеттік. Сондықтан да, достар, мен сіздерге бір артық ешнәрсе айтпай қояйын. Сіздің қазіргі уақытыңыз болашақ 30 жылдық, 20 жылдық наныңыз. Одан бөлек мен сіздерге көрсеттім ақшаның қай жерде маңыздылығы екен. Одан бөлек енді қараңыздар да, біз уже Шанхай арқылы сіздердің жолдарыңыз көтеріп қана қоймай, үкімет арқылы сіздердің барлық жұмыстарыңызды жасаймыз. Бізде сіздерге айттым, біз 10 адамға 10 миллион инвестиция жасаймыз. 10 адамға. Яғни бізде 100 миллион ғана ақшаны бөліп қойдық. Ал енді ол 10 адам бізбен бірге Қытайға барған үшін ғана осы жақта мүмкіндігі бар. Қытайға барған үшін. Не үшін? Қайталап айтайын. Бізге сіздердің ақшаларыңыз немесе бір күндік түрлеріңіз қызық емес. Бізге сіздердің қабілеттеріңіз қызық. Ал ол қабілетті тексеру үшін тек біз жолда ғана. Бір күні бір жерде отырамыз, бір жерде шай ішеміз, сіздің переговорға қараймыз. Сіздің қабілетіңізге байланысты біз не жасаймыз? Өткенде менде Айболат деген жігіт звондады Ақтау жақтан. Аға, мен осы кәсіпте болғым келеді, бірақ менің ақшам жоқ дейді. Мен айттым, давай сен Қытайға менімен бірге жүр. Қытайға барғаннан кейін содан шешеміз сұрақ деді. Болды деді, ол не істеді? Қытайға барды. Барғаннан кейін ең қызығын айтайын. Мен ана жол бойына оны тексердік.
былай сөйлестік, біз Гонконгта болдық, Гуанчжоуда болдық, Линийда болдық, шаңқыда ойсыз бәрін тексерген кезде мен ол жігіттің қабілетіне қарадым. Бұл арада бізде 10 адам болды. Ең қызығын қараңыз, мен сорада тұрдым да өзім лично шайдың үстінде отырып 10 миллионды мен оған инвестиция жасап жүрдім. Хотя оның қалтасында тек барып келу ғана ақшасы болды. Неге? Өйткені мен оның қабілетін таңдадым. Ертең Инстаграмда саламын, көресіздер, Айболат деген кім, не үшін мен оны таңдағанымды сіздерге айттым. Екінші кісі ол Ақтолқын деген кісі болды. Ол не істеді? Толқын деген қызымыз өзінің осы кезде 43 қарғосы бар. Қараңыздар. 43 Қазақстанда қарғосы бар. Енді есептеңіз. 43 қарғосы болып тұрып, неге бұл кісі менімен бірге Қытайға барды? Себебі ол түсінді да, қарғоның артында кім тұр? Логистика тұр. Осы логистика бұны жұтып қоятын түсінді. Не істеді? Бақтияр аға, мен барайын, Қытайдан көрейін, не істейміз? Сосын Қытайға барған кезде мен ол кісінің қабілетін қарадым. Жап-жас қыз, кішкентай қыз. Бірақ не істеген, оның амбициясын көрдің бе? 43 бар наның. Енді істедік, біз ол кісіні неге таңдадым деген кезде, бұл кісі бірден түсінді, бұл бизнес модель түсінді маға. Мына бизнес модель мен түсіндім, ертең мені жұтып қоясыз деді. Мына монополист болып кетіп, мені жұтып қоясыз. Давайте лучше бірігейік аға деді. Не істеді? Потому что ол біледі, Қазақстанға қанша ақшамен қарғоның қанша килограммнан келіп жатқанын біледі. Сондықтан да не істеді? Сол кісі екінші кісіні таңдап қойдық. Енді бізде 8-ақ орын қалды. Яғни уже 10-нан азайып кеттік. Сол үшін де сіздер бізбен Қытайға барғаныңыз үшін қана біз сіздерді таңдаймыз. Тағы да қайталап айтамын, бұл бизнес 20 жылдық, 30 жылдық бизнес. Енді сіздерде мынандай сұрақ шығады. Ана өткенде мен Өркен деген біздің досымыз бар, бәріңіз біраз танитын шығарсыздар. Өркенге айтамын да, ол қазір қанша 60-тың үстінде елге кетті. Мен Өркен мырза, сен ақшаны қайдан тауып жатсың деймін да, мен кәсіпкер болып жүріп, өзіме не позволяю постоянно шетелге шығуға деймін да. Бізге енді әйтеуір ақша келіп жатыр ғой. Сол кезде ол айтады да, Бақтияр дейді, мен ақшаны ең соңында ойлаймын дейді да. 99% мен басқа жұмыс істеймін. Мен бірінші не істеймін дейді. Бірінші мен баратын қалам таңдаймын. Екінші уақытын белгілеймін. Үшінші документімді белгілеймін де, сол жерде не істеймін? Ең соңында барып ақшаны ойлаймын дейді. Ең соңында ақшаны ойлаймын дейді. Сондықтан да сізде қазір өзі уайым болуы мүмкін. Мен не істеймін, қалай болады деген уайым болуы мүмкін. Сол кезде сіз бірінші ақшаны қойсаңыз, ешқашан сіз өсе алмайсыз. Мен бірінші Шанхайды қойдым. Бірінші Шанхайға көшуді қойдым. Шанхайды қойдым мен бірінші. Неге Шанхайды қойдым? Ол жақта өмір сүру, сіздерге айтайын, айына өмір сүру 15 миллион кемде кем ақша керек. Таза кіріп тұру керек. Ол вызов. Енді есептеңіз, менің 6 баламмен бірге көшемін. Бірінші Шанхайды қойдым, екінші уақытын қойдым, үшінші не істедім, содан кейін барып ақша өзі келе бастады. Көрдіңіз ба? Сізде бірінші қазір турды қойсаңыз, уақытын қойсаңыз, мен үлкен кәсіпке шығам деген шешім шығарған кезде ақша өз артынан келе береді. Сондықтан да, достар, мен сіздерді презерватив етпеймін, просто мен сіздерге айтып жатқаным, менде басқа уақыт жоқ. Менде 10 апта уақытым бар. 10 аптаның ішінде 10 адамды кіргізіп, 100 точкамызды ашып, ары қарай болды, мен келесі этапқа өтіп кетуім керек. Ал енді бұл 100 адам Қазақстанның ішінде өзінің саласында монополист болады. Яғни сіздің кәсібіңіз болса, сізге тікелей ол ащы шындық болса да конкурент болады. Ал енді мынау неге біздер осы күнге дейін бізде мынандай нәрсе болды? Бәріміз білеміз. Кәсіп бастау еші былай есептей саласында 100 теңге келдің, 150 теңге саттың, сен 50 теңге байсың. А неге сен әлі бай емессің? Неге сенің әлі кредитің бар? Неге сенің әлі қарызың бар? Немесе неге сенің әлі қалтаң толған жоқ? Өйткені адамға 3-ақ нәрсе кедергі жасайды. Бірінші страх, екінші сомнение, үшінші замешательство. Яғни осы үшеуі сіздер не істейді? Мүмкін ол болады шығар, болмайды шығар. Ертең барсам қалай болады, арғы күні барсам қалай болады. Ана күні бізде бір қыз болды. Осы жаңа замешательство қатты көмектесті. Ол если деп сұрақтарды қойып, мен осы жерде екі пример айтып кетейін. Бізде бір жігіт болды. Сіздер білесіздер ме? Сол жігітке біз 80 миллион ақшаны сол жігітке құйғанбыз бірінші. Сол жігітке құйдық. Неге бұл жігіт осы 80 миллионды ала алмады? 80 миллион ақша былай беріліп тұр. Есептеші? Сізге қазір 80 миллион ақша берсе, сіз уже біраз нелерін жасайсыз. Неге оны не істей алмады деген кезде, мынау страх. Ол қорқып кетті. Мен мына ақшаны көтере аламын ба, көтере алмаймын ба? Не істеді? Тағы қасындағы қыз болды. Ол не істеді? Мынау кетті.
егер андай болса, егер мындай болса. Өйткені біз не істейміз, бір жұмыс бастаған кезде бірінші сомневать етеміз, екінші страх, үшінші замесяс, одан бөлек айтады, менің ақшам жоқ, одан менің ағам жоқ, мен неге бай болмадым десең, мен ауылда өскенмін. Жоқ, оның барлығы өтірік. Сізді алдыңызды жабатын нәрсе да. Сондықтан да достар, мынаның барлығының шешімін айтып берейін ба сіздерге, секретін айтып берейін. Бұл секретті мен 2014 жылы алғам. 2014 жылы мен кәсіпте кәдімгі Эстоның ішінде кілт бұрайтын механик едім. Қазір неге мен Шанхайдың ортасынан жасап тұрған кәсібім бар? Неге? Бірақ төр нәрсе, мен действие еттім. Бірінші действие жасадым. 2014-те мен осы Санкт-Петербургқа оқыған кезде мынаның инструментін мен сіздерге Қытайда айтып берейін, бірақ мынау инструментті мен жеңген күннен бастап, егер дейсің, бір жылдың ішінде мен уже кәсіпкер ғана болып қана болмай, уже үшінші жылы мен Қазақстанның ортасында кәсіпкер болып, 2015, 16, 17 жылы, 18 жылы, 3 жыл қатарынан мен Италияда, біздің заводтар болса, Италиядағы заводта Қазақстан ішінде ең лидері болып отырған жігіттердің бірі. Не өзгерді? Мен де ауылдан шыққан қарапайым қара балам қойдың артында өскен. Менің де ағам жоқ, менің де ақшам болған жоқ. Бірақ не болды? Мен мына үшеуін жеңген кезде автоматым, жолдың бәрі ашылып кетті. Сондықтан да достар, таңдау сізде. Байса қазағым байсын. Айтпақшы. Бағанағы мен мына айттым ғой, егер де сіз 10 миллионға ілі салмай қалдыңыз. Дұрыс қой? 10 миллионға ілі салмай қалдыңыз. Осы жерде не пайда болды? 10 миллионға ілі салмай қалдыңыз. Сол жерде бір не кетті? Бірінші очередь, сізде қазір 10 миллион жоқ, значит 1 миллионыңыз бар, немесе 2 миллион ақшаңыз бар, осыған бола сіз Қытайға барудың қажеті жоқ. Егер бұл соңғы ақшаңыз болса, немесе бұны кредит алайын деп тұрсаң. Ертең біздер мына кісілер келіп, осы жақтан 10 магазин ашылады, 100 магазин ашылады ғой. Сіз спокойно мына ақшамен бизнесіңізді бастай аласыз. Ол енді біз ертең магазиніміз ашылып, сіздер бастаған кезде ол жөнінде отдельно объявлять етіп бар болғаны сіздер бізден шығып кетпей, жаңалықты күтіп отырыңыздар. Достар, байса қазағым байсын. Бүгінгі күн ең шешуші күн. Лучший кошмарный конец, чем кошмар без конца. Кеттік бізбен бірге, біз ертең 17 күні кетіп бара жатырмыз. 22-сіне дейін барып келейік. Сол жерден біз уже тағы да адамдарды таңдаймыз, әрі қарай Қазақстан ішіне өз жолымызды салып кетеді. Тағы да қайталап айтамын, менде ұзақ уақыт жоқ, 10 апта уақыт қалды. 10 аптаның ішінде осыны еліміздің кәсіп ашам дейтін кісілеріне ғана тапсырып кетуге дайынмын. Кеттік. Артық сөйлеп қытықтарыңызға тиіп қойсам, кешірім сұраймын.